Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде ит көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түске кірген ит дұшпан, көз тию, күнәні істеуге бейім болу. Ит адамдардың тәрізінде кіруі, тәубе ету, Алла тағаланың тыйым салынған нәрселерден ұзақ болуы. Ит байлау қуаныш, артынан ренжу, ит балық еңбекқорлық жақсы болу, ит болу көкірек менменшілдік болуы. Итті ертіп жүру ауру, ит етін жеу жауынан үстем болуы. Ит қабу қатты көз тиіп науқастану, ит тістеу немесе тырнау дұшпанның зиян тиюі. Ит үру мұратына жету, иттерді өлтіру дұшпаннан үстем болуы. Итті ұрып өлтіру дұшпанның құтылу аурудан айығу. Иттің күшігі сүйкімді де сүйікті бала, иттен қорқу қашу дұшпаннан қорғану аурудан алдын алуы. Кей түстерде түстегі ит маңайыңыздағы жүрген 200-ді достарды білдіреді. Бастысы түске енген иттің түр түсіне мән беру қажет. Ақ ит достық, қара ит дұшпан. Егер итті қолыңызда көтеріп тұрсаңыз, сізді жақсы жаңалық күтіп тұр деген сөз. Түсте иесіз итті көру бұрын жасаған қателіктеріңіздің жөндеудің тамаша мүмкіндігі болуы мүмкін. Түсіңізде қызметтік ит көрсеңіз, заңға қатысты қандайда бір мәселе туындайтыны ықтимал. Үй итін көрсеңіз, түс көрген адамның отбасылық табысы мен өмірдегі береке болады. Түсіңізде соңыңыздан қалмай сізге қожайынға сияқты еркелеп жүрген итті көрсеңіз, өмірдегі жаңа мүмкіндіктердің белгісі болуы мүмкін. Итке жататын жер беріп, оған қамқорлық көрсету өмірдегі ең осал емес жауыңызбен татуласасыз деген сөзді білдіреді. Егер ит түсіңізде сіздің үстіңізге дәрет сындырып кетсе, демек өмірдегі сізді біреу намысыңызға тиіп жерде қаратады деген сөзді білдіреді. Егер ит түсіңізде сөйлеп жүрсе, онда жақын арада көптен күткен арманыңыз орындалады. Бастысы иттің сізге не айтқанын есе сақтауыңыз қажет. Ит түсіңізге үлкен дәретке отырса, онда өмірде байып қоғамдағы беделіңіз артатын болады. Егер ит түсіңізде ырылдаса, онда бұл адам жарақат алуы мүмкін. Егер ит түсіңізде қолыңыздан қауып алса, онда өмірде біреумен төбелесіп қалуыңыз мүмкін. Сол сияқты сізге біреу жау болуы мүмкін. Сондықтан барынша сабырлы болуыңыз керек. Ал егер түсіңізде ит сізді ұнатып, құйрығын бұлаңдатып жүрсе, онда жақын арада бұрынғы араласқан жанашыр досыңызбен кездесесіз деген сөзді білдіреді. Егер ит отбасылы ер адамға тісін қайраса, онда ол жұбайымен сөзге келіп қалады деген сөзді білдіреді. Егер ит түсінде абалап жатса, онда түс көруші өзі жалғыз демалуды аңсап жүр деген мағынаны білдіреді. Егер ит түсте өліп қалса, онда ол жамандықтың нышаны, демек сіздің өзіңіз бен отбасыңызға қатысты күрделі мәселелерді күтіп тұр деген сөзді білдіреді. Егер түсіңізде бір ит көрсеңіз, онда өміріңізде оң өзгерістер болады. Екі ит көрсеңіз, онда түс көрушінің қиын жұмыс істеп тұр деген сөз. Егер түсіңізде көп ит көрсеңіз, онда түс көрген адам көп ұзамай жұмыс істеу саласын өзгертеді деген мағынаны білдіреді. Егер түсте кішкентай итті көрсеңіз, онда сіз болашақта жақын досыңыз бола алатын адамның танысасыз. Мұндай түс әсіресе әйелдер үшін жақсы түс деп саналады. Егер түсте ит ауырып қалса, түс көрген адам өңінде көңіл күйі түсіп жылауы мүмкін, десе де ол оның соңына жақсылықты болады деген мағынаны білдіреді. Егер түсіңізде ит дәрет сындырса, онда сіздің құпияңыз ашылып қалуы мүмкін. Түсіңізде басы жоқ итті көрсеңіз, өз дұшпандарыңыздың жеңіп, ол үшін зор табысқа жетуіңіз мүмкін.
Егер иттің алдыңғы және артқы табандары болмаса, онда түс көруші өзінің мазалап жүрген сұрақтарын саралап, жаңа өмір бастайды деген сөзді білдіреді. Түсіңізде өз итіңізді көруі бұрыннан келе жатқан түсініспеушіліктің тез арада шешімін табады деген сөз. Түсіңізде басқа біреудің иті кірсе, онда жұмыста қиындықтар болуы ықтимал.